Сәлем, мен тоқыма әлеміне қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін әдемі, тағы да моншақталған әдемі шәлінің үлгісін дайындадым. Бұл жолы алдында мен дайын үлгілерге көп қарайтын, өйткені мен де ілгекпен тоқу дегенді үйреніп жүрмін. Бұл жолы көп ізденіп, сіздерге пайдам тисін деп, мындай керемет өрнекті алдым. Мен бұл жерде іздегенім өрнегім әдемі болу керек, әрі оңай болу керек. Және мен бұрынғы тоқып жатқан шәлілеріме ұқсас болсын дедім. Мына өрнекті алдым. Бірақ дәл осы өрнекпен тоққан кезде менде бір қиындықтар туындады, сондықтан мен өзгеріс енгіздім. Қандай өзгеріс екенін тоқыма барысында түсіндірем. Қандай жіп алдым мен? Alize Angora Gold Simli алдындағыдай. Мына мен сүйікті жібім. Бұл жерде құрамын білесіздер, таныстырғам сіздерге, болмаса подсказкаға қоям, сол жерден көріңіздер. Ал бүгін мен Alize Angora Gold'тың 62-ші түсінен тоқымақшымын. 3-ші номерлі ілгек мен алатыным, және 1-4 ілмек кішкентай ілгек моншақтар үшін. Ал қыздар, бисмиллах деп бастайық. Мына бірінші ілмекті қарапайым әдіспен іліп аласыз, және 4 ілмектен шынжыр жасаймыз. Мына 1, 2, 3, 4. 4 алды. Енді осы жерге ең бірінші ілмекке алдындағы жемчужные паучки деген шәлін тоққан кезде осыны көрсеткем, сол жерден тағы бір қайталап көрсеңіз болады. Егжей-тегжейлі түсіндіргем ол жерде. Қараңыздар, мына жерде мына жиектегі 4 ілмек, одан кейін 2 орам бар бағанша 3 әдіспен, 3 әдіс емес, 3 қадаммен жасалған, 3 қадаммен. Енді ортасына 2 шынжыр, тағы да дәл осы ең бірінші ілмекке тағы да 2 жасаймыз, 2 бағанша жасаймыз, 3 қадамды әдіспен. Бір құпияны айтып қояйын сіздерге. Мен де осы сіздерге шеберсін мастер-класстар түсірем деп өзімде үйреніп жатырмын ілгекпен тоқуды. Мына мен әлі бір керемет шебер болатын дәрежеге жеттім деп ойламаймын, бірақ сіздермен бірге үйреніп жатырмын. Мына осындай 3 топтама тоқыды. Қараңыздар, мына бірінші қатарымыз 3 топтама болды бізде. Мынау 4 бөлек, 4 үнемі осы жерден 4 ілмек тоқып отырамыз. Одан кейін 2, ортасында 2 шынжыр, 2, ортасында 2 шынжыр, 2. Енді бұрыламыз екінші қатар. Екінші қатарда біз өрнекті бастауымыз керек. 1, 2, 3, 4 үнемі бұл. Шетінде бізге кайман жасау үшін керек. Білетін шығарсыздар. Білмесеңіздер, алғашқы рет тоқып жүрсеңіздер, онда кейін мені кайманы тоқу деген, әдемі кайма тоқу деген видеомды көріңіздер. Подсказкаға қоямын. Мына енді мына жерге біз жиегін тоқимыз. Тағы да ескертіп кетейін, жиегін тоққан кезде мына орам бар бағаншаның мен осындай 3 қадамды әдісін қолданамын. 1, 2 ортасына шынжыр. Қараңыздар. 1, 2, 3. Бұл жаңадан үйреніп жүрген қыздарға түсіндіріп жатырмын. Не үшін мен жиегіне бұны алдым? Өйткені менде жиегі қалып кетеді, мынандай салбырап қалады, екі шеті, ортасы өсіңкі болып кетеді. Сондай болмас үшін мен жиегін осындай алып жатырмын. Енді 1, 2, 3 ілмек біз мына өрнектің ортасына, қараңыздар, мына жерде сызбада, мына өрнектің ортасы. Мұны біз бастадық, мына екі шетінде осылай жиек кетеді, енді мына жерде ортасы болады. Осы ортасына келген кезде негізі бұл жерде 5 ілмек деген мен 3 алдым. Бірақ кешіріңіздер, бұл жерде мына біріншісіне өрнекті осы жерден бастап кетеміз да, ал кейін тағы мынау жиектен кейін, жиектегі топтамадан кейін үнемі өрнекке дейін 3 шынжыр алып отырасыздар осылай. Үнемі қайталанып тұрады. Өрнекпен жиектің арасында үнемі осындай 3 шынжыр алынып отырады. Мен жіптің
нені ортасынан алғам жіпті домаламас үшін. Ал енді екінші қатар тоқып болдық. Ал енді біз өрнекті бастаймыз. Қараңыздар міне. 1, 2, 3 қатар ма? Өрнекті бастаймыз. Мына жерде 3 шынжырды алып алдық. Енді ортасынан кәдімгідей бұл жерде 3 қадамды емес, кәдімгі 2 қадамды орамы бар бағанша аламыз. 3. Осы жерде жаңылыспау керек. Егер де сіздер мына шеттеріңіз егер қалып кетпейтін болса, кәдімгідей ала беріңіздер. Мен өзім осылай аламын, шеттері сәл өсіңкі болсын деп. Мына 3 кәдімгі жай ғана орам бар бағанша алдым. 3 шынжыр және мына жиектегі топтама. Ал енді мұқият болыңыздар. Жаңа өрнекті бастадық. 3 немен ораммен бағаншамен, орам бар бағаншамен. Енді жақта 3 шынжыр, шетіндегі 3 шынжыр. Бұл үнемі қайталанып отырады. Жиек пен өрнектің арасында деп айттым. Енді мына жерде мұқият болыңыздар. Міне қараңыздар. Мына жерде бізде 3 ілмек тұр. Мына жердегі сіздерге көрсетейін. Мына жерде шеттерде 4-ден алынған. Мен 3-ге қысқарттым. Өйткені егер 4-ге қосам, менде жалпайып кетті. Енді мына жерде топтама тұр мынандай. Мына қараңыздар. Бірден сіздерде мен сызбамен тоқуды да үйретіп жатырмын деп ойлаймын. Қараңыздар енді. Мына жерде бізде 4-дің орнына 3 тұр. Енді мына шетіндегі бізде мына жерде 3 ілмектен тұрады. Үнемі. Енді мына жерде қараңыздар. Мынау өрнектің 3 орам бар бағаншаны алында біз 3-дің орнына 2 тоқимыз. Одан кейін шетіндегі біреудің үстіне біреу. Ортасынан 5 ілмектің орнына 3 ілмек аламыз. Одан кейін мына жерде 3 ғой. Біреу тастаймыз да 3-шісіне 1 орам бар бағанша. Және 2. Одан кейін 3 шынжырмен бұл қатарды аяқтаймыз. Сіздерге мен бұл жерде ненде үйретіп жатырмаған сызбаны оқуды да. Қараңыздар. Осы жерде жаңылыспаңыздар. Мынау нелеріңіз ілмектің тоқылуынан жаңылысып кетпеңіздер. Одан кейін қараңыздар. 2-ді алдыңыз ба шынжырдың астына. Енді мынау мына жердегі 3 ілмектің үстіне біреу аламыз. Ортада 1, 2, 3. Мен 5-дің орнына 3 алдым. Өйткені мен бұл жерде 5 алсам, менің өрнегім жалпайып кетті. Мынаның үстіне біреу алдым. Енді 2. Мына. Мына жақта қайталаймыз. Ана келесі қатар тоқиық. Мұны топтаманы тоқып алдым. Мен 3 шынжыр тоқып алдым. Енді ары қарай өрнекті тоқимыз. Бұл жерде мына алдынан сәл бостау тоқып жатыр. Мен негізі ілгекпен тоққанда бос тоқиды екенмін. Мына. Осылай. Енді мына жерге ортасына, мына арканың астына біз қазір мынандай нәрсе жасаймыз. Қараңыздар. 1 орам бар бағанша 1 шынжыр. 1 орам бар бағанша 1 шынжыр. Осылай біз 5 орам бар бағанша тоқимыз. Сонда арасында 4 шынжыр болады. Мына соңғы шынжыр 4-ші және соңғы орам бар бағанша мына. Аркаға осындай біз топтама тоқыдық. Орысша вейрок дейді. Енді мына жерде қараймыз қалай тоқылады бізде. Мынау соңғы 3-ші ілмекке 1 орам бар бағанша тоқимыз. Және мына арканың шеттегі шынжырлардың астына 2 тоқимыз. Бұл жерде бізде орам бар бағаншалар 3-ден. Келесі қатарда, қараңыздар, келесі қатарда үнемі мына 3 шынжыр тоқып болғаннан соң мынау орам бар бағаншалардың алдынан біз 2 бағанша тоқимыз. 2, соған мән беріңіздер. Және мынаның үстіне, мынау шеткісінің үстіне біреу. Тек бір жерде ғана біз 3-еуін де мына арканың астына аламыз. Ол қай жер екенін көрсетемін келесі қатарда. Енді мына жерде біз
Мынау веер дейді орысша. Мына топтаманың алдында біз 2 шынжыр тоқыламыз. 2 шынжыр. Енді 2 шынжыр тоқығаннан кейін мынау алдындағы тұрған шынжырлар бар ғой, 4-еу. Осыларға қадалып біз орамы жоқ бағанша тоқимыз. Арасына 1, 2, 3, 4 шынжыр. 4 шынжырдан кейін 1 орамы жоқ бағанша. Қараңыздар, мынау нелердің астына, воздушный дейді орысша. Алдындағы шынжырлардың үстіне 4, 1, 2, 3, 4. Негізі өрнек өте оңай. Осыны мен қанша іздедім, әрі оңай, әрі әдемі деп. Енді тағы да 2, 1, 2. Мына шеткісіне біреу тоқимыз. Және 3 шынжырдың астына 2 орам бар бағанша, бұны ұмытпаймыз. Мына, осылай бізде өрнек пайда болды. Ал енді мына қатарда қараңыздар мұқият. Мына, тағы да 3 шынжыр алып алдым. Енді мына арканың астына мен мынау 2 тоқып, мына жерге біреуін үстіне тоқитын ғой, олай емес. 3 орам бар бағаншаның 3-еуін де арканың астына тоқимын. Үшеуін де мен арканың астына тоқып алдым. Көрдіңіздер ғой? Мына үшеуі де мынаның астында. Енді 6 шынжыр тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 шынжырдан соң мына жерде бізде 3 арка пайда болды. Осы 3 арканың біріншісіне орамы жоқ бағанша 1, 2, 3, 4. Екіншісіне орамы жоқ бағанша 1, 2, 3, 4. Үшіншісіне орамы жоқ бағанша. Енді біздің аркаларымыз 2-ге қысқарды. Тағы да арғары 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және мынау соңғы аркаға біз 3 орамы бар бағанша тоқимыз. 2 қадаммен. Кәдімгідей. Шетінде 1, 2, 3. Мына. Осылай болды. Ал енді бұл қатарда бізде мына екі шетінен жаңа өрнектер басталады. Қалай бастадық алдында? Дәл солай мына. 1, 2, екеуі арканың астына, екеуі алғашқы екеуі. Одан кейін біреуі шеткіге. Одан кейін 1, 2, 3. Ортасында біреу тастаймыз. Ортасында біреу қалдырамыз. Шеткісіне және мына жаққа тағы да екеу. Енді мына жерде біз алдында 6 қалдырсақ, енді бұл қатарда 5 шынжыр. 1, 2, 3, 4, 5. Арканың астына біреу. 1, 2, 3, 4. Арканың астына біреу. 1, 2, 3, 4, 5. Бірінші алғашқы екеуі арканың астына. Одан кейін шеткіге. Арасында 1, 2, 3. Шеткіге. Және екеуі арканың астына. Мына бізде мына жерде ортасына әдемі мынандай өрнек мына жердегі гүл пайда болды. Ал келесі қатарда егерде ұмытып қалған болсаңыздар, тағы қайталаймын. Мына жерде екеу арканың астына, біреу мына шеткісіне. Одан кейін мына жерде ешқандай да шынжырсыз бірден мына не тоқимыз, топтама тоқимыз мына жерде. Ортасында біреу. Ортасына бір шынжыр. Так, мына 4 болма. 5 орам бар бағанша болу керек.
міне 5 ортасында 4 шынжыр. Ары қарай өрнекті алдындағыдай тоқисыз, бұл жерде қиындық жоқ деп ойлаймын. Мына жерде не істейміз біз? Шеткісіне қадаламыз. Арқаның астына 2. Енді мына жерде 1, 2, 3, 4. Осы жерде мен моншақ қадаймын. Сіздер өздеріңіз моншақтың арасына қадасаңыздар болады, қалаған жерлеріңізге. Мен дәл осы жерге ғана қадаймын. Осылай орамы жоқ бағанша мен жаптым. Енді мына жерге моншақ қадаймын. Моншақты көп қадамайым негізі. Бұлай өткізіп алдық. 2 болды. 2-ден 1 өткіздік. Енді тағы да сол жерге өткізіп бұлай тартып қоямыз, болды. Осы жерде біздің моншағымыз тұрады. 2, 3, 4. Ары қарай өрнекті аяқтайсың. Үстінде әдемі гүл шықты. Ал енді келесі қатардың мына ортасына келдік. Мына өрнекті алдындағыда қалай тоқсақ, солай тоқисыздар. Мына өрнекті тоқып алдық. Мына жерде арқаның астына 2, мына шеткісіне 1, одан кейін арасына 2 шынжыр, 2 шынжырдан кейін мынау арасына жалғанамызда осылай 3 арка жасаймыз. Арасына 4-4-ден бір орам жоқ бағанша. Енді мына ортасын қалай жабамыз? Ортасын жабу қиын емес, қарапайым. Қарапайым бұның жабылуы. Кәдімгідей 1, 2 деп мына шетінен 2 алдық қой. Мына шетінен де 2 аламыз. Және мына шеткісіне 1 бағанша, арқаның астына 2. Мына. Енді ортасына, мынау өрнекті жабуымыз керек, ортасына 2 шынжыр. Тағы да арқаның астына 2 бағанша, арқаның астына, шеткісіне 1. Енді мына жақта 1, 2, орамаймыз. Мыналардың арасына кіріп 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осылай арка жасап шығамыз. Егер даусым жай шығып жатса, кешірім сұрайын, бүгін сондай болып тұр. Мына, осылай. Енді 2 шынжыр, шеткісіне 1 бағанша, арқаның астына 2 бағанша. 1, 2, 3. Және мына шетінегі топтама. Енді мен не айтқым келеді? Осы жерде осылай ары қарай тоқып кете берсеңіздер болады. Бірыңғай осындай ананастар жасап, ананас гүлдер жасап, арасына. Немесе жаңа не басталған кезде, квадрат ромбик басталған кезде арасына басқа өрнек жасасаңыз болады. Мен сізде осы басында көрсеткен, сіздерге басында көрсеткен үлгіде арасына басқа өрнек жасадым ромбик. Теріс жағы, оң жағы былай болады. Осы күйінше жапсаңыз болады. Жапқан кезде де обвязка жасамай. Осылай болып тұрады шеттері. Былай болып тұрады. Ары қарай қалағанша өз ұзындығыңызға тоқисыз. Немесе мен мына үлгіде, бағана сіздерге көрсеткен үлгіде, бағана деп видеоның басына көрсеткен үлгіде, мынау ортасына мынандай ромбик жасадым. Бұл жерге мен ананас жасамадым. Так, мынаны атыстайын, сіздерге көріну үшін. Қараңыздар. Жаңа өрнек бастаған кезде осында ромбик жасадым. Бұның ешқандай қиындығы жоқ.
екі шеті дәл мынау сияқты тоқылады, шеттері дәл сол сияқты тоқылады. Тек ортасына мен не істедім, мына шеттеріне екі, мына жерде үшеу қалдырдық, үшеу емес, екеуден қалдырдым. Екі шынжырдан кейін орам бар бағанша, бір шынжыр, орам бар бағанша болды. Соларды осылай шахмат түрінде тоқып кете бердім. Арасында арка тұрған жерде мен екі шынжырдан тоқыдым. Ал мына сол аркалардың астына бір бағанша, бір шынжыр, бір бағанша етіп ромбик етіп тоқыдым да, осылай жаба салдым. Енді оны көрсетудің қажеті жоқ шығар деп ойлаймын, оңай шығар деп та. Немесе осылай мынау ананас гүлдерді тоқып кете бересіздер өздеріңіздің қалаған биіктіктеріңізге. Енді мен шетін қаймасын қалай жабатын әлі білмеймін. Сіздерде осы менің әдемі шальдың әдемі қаймасы деген мастер-класс бойынша әдемі соломон ілмектерімен жасасаңыздар болады, немесе басқа да түрлі авязкалар болады. Мүмкін мен бұған басқа түрін алатын шығармын. Осымен мен сіздермен әзірше қоштасамын. Егерде даусым бұл видеода жай шықса, комментарийге жазыңыздар. Түсініксіз нәрсе болса, комментарийге жазыңыздар. Немесе ұнайтын болса, лайк басып, видеоны тарата жүріңіздер. Және міндетті түрде каналға жазылып қойып көріңіздер. Міндетті түрде. Каналда басқа да видеолар бар, және алдағы уақытта да түрлі өзім үйренгенмен сіздермен теп-тегін бөлісіп отырмақпын. Тағы да айтып кетерім, мына сияқты мастер-класстар бізде мысал үшін Инстаграмда, WhatsAppта, Телеграмда ақылы мен сіздерге тегін көрсеткеннен соң барынша қолдап жіберіңіздер. Сау саламат болыңыздар.